Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Енді бүгінгі сабақ, екінші сабақ, бұл бізде жалпы биржа қалай жұмыс жасайды, біз нелерді білу керекпіз сол жайлы. Вот, қараңыздар, бұл биржа дейік, иә? Биржа. Вот. Вот, биржа бұл базар дедік, иә? Алтын Орда базары. Енді Алтын Орданың өзінің не дейді, заңдылықтары бар, иә? Например, неше түрлі магазиндер, бутиктер бар, иә? И бір бутикте детский сатады, бір бутикте мүмкін женский сататын шығар, бір бутикте мүмкін ойыншықтар сататын шығар, иә? Вот, енді бұлар биржаға кіру үшін, мына жақта тұр ғой, биржаның ішінде тұр бұлар, биржаның барлығы ішінде сатылып жатқан. Яғни биржада кеше айтқандай шикізаттар дедік, иә, тауарлар сатылады, компаниялардың биржаға акциялар сатылады дедік, иә. Биржада екі ақша табудың түрлері өте көп. Ең біріншісі, просто так, сіз, например, женский магазиндің компаниясы бұл биржаға кірді акциясын саудалауға. Енді сіз осының компанияның акциясын алатын болсаңыз, мына биржадан алдыңыз. Сіз, например, мен Умида дейін, иә, мен Умидамын. Так, келдім биржаға, мен мынаның акциясын алғым келді дедім. Иә? Кейін женский бұл мен барамда маған акцияңды бер десем, бұл маған бермейді. Бұның акциялары биржада тұр. Биржаға жариялады, бұл акцияға салып қойды. Енді мен бұл жерден өзіне барып, бірден биржаға барып, биржаға мен осының акциясын бер десем, тоже бермейді. Яғни, маған бермейді. Ортада не керек бізге? Бізге бір делдал керек. Яғни айтқан кезде бұл брокер деп аталады. Брокерлер әртүрлі болады. Брокерлер CFD брокерлер бар. Және де нақты лицензированный ішінде активтері бар брокерлер болады. Иә, актив. Қараңыздар. Вот. Мына жердегі ситуация. Енді мен не істеймін? Мен мына биржадағы женский магазиннің акциясын алғым келді, мен айтам брокерға. Брокер, мен осыны алғым келді дегенде, брокер кіреді, осы жерде бар оның активтері, мынадан алып береді да, осының акциясын биржадан алады да, сізге өткізіп береді сіздің атыңызға. И және де ортадағы комиссиядан брокер ақша табады. Енді сіз егерде бұл жерден акциясын алып қойып, бағана кеше айтқандай, мынандай рыноктар әртүрлі, мына жақта былай деге, осы жерден сіз мына жерден сатып алып, мына жерден сатуыңыз мүмкін. Бұл бағасы, например, бағана кеше айтқанда мына жерде $5 болсын, мына жерде $7 болды. Сіз сонда екі ортада $2 пайда көрдіңіз бір акциядан. Енді мүмкін ол сізде 10 штук болатын болса, сіз 2-ні 10-ға көбейтсек, $20, $20 пайда көресіз. Егерде сізде 100 акция болатын болса, онда $200 ақша пайда көресіз. Бұл кәдімгі трейдердің сауда алып сатуы. Енді одан бөлек бізде не бар? Одан бөлек, егерде сіз компанияны алған кезде, ол компания дивиденд беретін компания болуы мүмкін. Оны сіз investing.com сайтынан қараймыз, себебі оны дивиденд береді ма, жоқ па? Сіз оны біліп алу керек. Яғни сіз оның акциясын алғанда, яғни өзінің акциясын саудалауға жіберді ғой. Вот сіз бұған ақша тіктіңіз ғой. Яғни акциясын сатып алдыңыз, сіз бұның компанияның акциясы сатылды, бұл жерде уже қаржы бар, ақша бар. И сол ақшаны айналдырады да, компаниясы женский магазинде тағы да көбейіп жатса, екеу болып жатса, тағы да ашылып жатса, яғни саудасынан өзінің акционерлеріне дивиденд беріп отырады. Ол каждый раз емес, яғни әртүрлі кварталар бойынша беріп отырады. Және сіз бір акцияны алып алып, соның үстіндегі пайдаңыздан дивидендпен каждый алып пайда көрсеңіз болады. Ал бұл бірінші болса, мынау екінші түрі, сауданың.
Одан кейін үшінші түрі бар, яғни егер де сіз брокер, сол сіз мына биржадан ақша тапқыңыз келетін болса, тіпті сіз биржаны түсінесіз, ешқандай сіздің қалтаңызда ақша жоқ, тіпті мынаны сіз тек қана анализ дұрыс жасайсыз, иә, мына жақтан алып мына жақтан сатасыз, кейде құлағанын күтіп отырып мына жақтан алып мына жерде сатасыз. Вот осы біліміңізбен басқа бір адамға трейдер болып, яғни маман болып, сол ақшасын айналдырып та ақша таба бересіз. Енді бізде айттық қой, шикізаттар сатылады, тауарлар бар, тіпті әшейін макаронды да барлық заты сатылады, сол жерде акциялары, вот солай сауда жасайсыздар. Енді биржаны түсінікті болды, базар болды. Енді биржа ол әр қашанда бірдей бола бермейді. Ол құлайды. Ол құлағанда оған факторлар кетеді. Енді қараңыздар, биржада негізі нарықта биржа деген ол өте ауқымды. Яғни Қазақстанның өзінде де биржа бар. Америкада да бар, биржалар өте көп, бірақ ең бірінші бұған қалаған, негізін қалап, әлі күнге жұмыс келе жатқан, 18 ғасырдан бері келе жатқан нәрсе, бұл биржа. Біріншісі біз жұмыс жасайтынымыз ең бірінші ашылған ол NYSE, екіншісі NASDAQ. Тек қана осы немен жұмыс жасаймыз. Басқалары, яғни Американың өзінде бар тағы да басқа көптеген нелер бар, биржалар бар, базар бар. Например, Ақтауда бар, Астанада бар деп жатырмыз, жоқ, біз ең жұмыс жасайтынымыз осы NASDAQ және NYSE. Осы екі биржамен сауда жасайтын боламыз. Енді осы екі биржамен жұмыс жасауды түсіндік, бағаны қалай қолданатынында. Ендігі сұрақ, бізде сауданы түсіндіңіздер, қараңыздар. Бүгінгі баға болды дейік $3, мына жерде. Сіз алдыңыз бүгін. Ол баға барды, құлады, примерно, мына жақта бір $2 құлады, қайтадан өсті, былай қақиып өсе бермейді ғой. Былай кетті, және былай. Сіз ойлайсыз, так, осы жерден аламда, примерно $10 болғанда сатамын деп қойсаңыз болады. Яғни мына жерге сіз take profit деген. Яғни трейдингта сондай бар, яғни take profit деп айтамыз, яғни профит табысыңыз, яғни $3 алдыңыз, $10 барғанда сатамын дедіңіз. Ол мүмкін 3 күнде баратын шығар, мүмкін 10 күнде баратын шығар ол бағаға, сіз осы жерге take қойып қоясыз да, болды. Ал астындағы баға ол stop loss. Оны айтайын, stop loss деп айтады. Ол деген сөз не деген сөз? Яғни, сіз білмейсіз ғой, баға $3 бағанағындай, мүмкін сезон болып қалды, например, алманы дейік, алманы алдым мен, білмеймін, $100-ға, 100 теңгеге, ол алма бағасы тұрды, мен келген кезде көп адамдар алма сатып алыпты. Яғни көп адамдар келді, сатып алушылар дейік, көп сатып алып сатам деп келген адамдар, Алтын Орда базарында 10 адам болдық, мүмкін кеше 2 едік. Бұл 10 адам болдық. Значит, ол баға құлайды деген сөз. Яғни уже бізде біреу мұсы бір арзандатады ғой. 100 теңге деп тұрсам, ол ана 80 теңге деу мүмкін. Солай нарықтағы баға маған ол $2 болып қалды дейік. Сөйтіп сіз оны күтіп, кешке дейін күтіп, немесе жоқ, бұны сатпаймын әлі, мен ертең сатам деп, оны ұстап тұрсаңыз болады, алманы. Тура сол сияқты акцияны ұстап тұрсаңыз болады, ол баға қайтадан көтерілуі мүмкін, $10 болған кез, яғни бұл жерде алма енді шіріп қалады, басқа деп атамыз ғой, тұрып қалады. Бұл жерде ондай нәрсе жоқ қой. Ол тұрады, өзіңізде өз атыңызда тұрады. Вот сол $10 барғанда сіз $7 плюспен сауда жасаймын деп, ол акцияны сатпасаңыз да бола береді, тұра береді. Ал егер де сіз бағанағындай жоқ, қатты болып кетті, баға қатты құлап, яғни кеше 10 адам болса, бүгін 20 адам келіпті сатуға, алманы алып, сезон ғой деп, ол баға құлап кетті, тіпті 50 теңгеге. Мына жерде, егер мына жақта сіз қойасыз, например, $1 түсіп кетсе баға, $3 алдыңыз ғой, $1 қоса стоп лосс қоясыз, осы жерден мен хотя бы распродажа мен сатып жіберемін деген нәрсе. Мен сіздерге айтқым келген, рынокта тек қана 2 адам бар. Соны түсініңіздер. Барынша жай, түсінікті қылып түсіндіруге тырысып жатырмын. Себебі бұл сабақтарды мен ақшаға, қымбатқа сатып алғам, сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын. Потому что ол жақта терминдер өте көп, неше түрлі. Бізге жалпы сауда жасау керек қой, жалпы. Зачем бізге ананы түсініп алу, мынаны, просто миыңызды қатырып,
сабақтарға барсаңыз өте бір көп мағлұмат өте көп прям. Қайсысын тыңдауды білмей қаласыз, теорияның өзінде миыңыз ашып кетеді да, и сосын практикаға келесіз да, миыңыз деп отырып не істеп жатқанын білмей қаласыз. Сол себепті міне тап таза параққа ашайық міне. Вот. Так, былай. Екі ақ адам бар дедік. Бұл сатушы және де сатып алушы. Сатушы. Яғни сатып алушылар бағана биржаны алтын орда деп елестесек, мен алмадан бүгін пайда таптым. Иә? 100 теңгеден фура келгенде оптомнан алдым да, мына жақта отырып 150 теңгеден саттым. Яғни 50 теңгеден әрқайсысынан қалды, яғни 50% қалды. Вау, күшті таптым дедім да. Ертең күн тағын мен соны алады. Яғни мен оны көріп тұрған адамдар. Вот, так, Умида кеше 50 теңге тапты ғой үстіне. Давайте біз де алма аламыз дейді да. Кіреді. Яғни сатып алушылар тағы да крупный болып кіреді мына бағаға. Например, мына жерде алып, мына жерде саттым ғой мен бағасын. Вот. Енді мына жерде жақсы пайда таудым да, енді тағын мына жерден алам дедім да, мына жақтан тағын көп алдым. Мүмкін кеше 100 кило алған болса, бүгін 200 кило алдым. Бірақ адамдар көрді ғой мен жасап жатқанымды. И сосын мына жаққа жаңа сатып алушылар, яғни сатып алушылар кірді, яғни купить деп атады, яғни бай, әркім әрқалай кірді осы деңгейден, яғни $10 кірді. И олар сату керек қой, товарын сату керек, нарықта. И бізде 10 адам болып кеттік. Уже бізде сатып алушылар керек. Мына жақтан сатып алушылар болдық. Кешірім, сатып алушы дейік, мынаны сатушылар. И мына жаққа келді да, сатып жатырмыз бәріміз. Қарасақ өтпейді товар. Бәрімізде көп. Сенде де бар, анада да бар, мынада да бар. И сосын мен аламын да, бағасын тезірек өтсін деймін да, мына жаққа $7 қоямын. Вот. И сосын менікі көбірек өтуі мүмкін, сосын тағы да басқалар не істейді, мына жақта барлар, олар да бағаны түсіреді. И солай баға құлап кетеді. Яғни бұны біз істей алмаймыз, конечно, үлкен инвесторлар жасайды, яғни сатушы, сатып алушылар. Яғни мыналар сатып алушылар, бұлар сатушылар. Болды. Екі ақ адам бар. Вот осылай біз рынокты дұрыс оқу арқылы, свечаларды түсіну арқылы сауда жасайтын боламыз. Ішінде свечной паттерндар бар, пере хай, пере лоу, енді ішінде кіріп кетесің, терең кіретін. Жалпы ондай емес. Егер де сіз трейдингті үйренемін дейтін болсаңыз, өте көп ақпарат керек. Трейдингтің ішіндегі жалпы мынандай арзанға алып қымбатқа сату ол көрініп тұрады рынокта. Енді мен сізге көрсетейін оны. Так. Мен қазір сізге экранымды көрсетемін. Қараңыздар. Жалпы. Так. Міне. Googleға кіреміз. Googleға кірген кезде Trading View деп жазасыздар. Trading View. Trading View-ға кірген кезде, мені көріп тұрғандарыңыздай, осындай шығады. Осыған трейдинг следите за рынками деп тұр. Осыған кіресіздер. Trading View-ге жалпы обзор жасайтын болсақ, бұл біздің жұмыс жасайтын орнымыз. Міне индекстар, бұлар барлығы дальнейшем. Мына жақта осындай трейдингге кірген кезде сіздерде мынандай подписка сұрап атады. Менде С деп жазылып тұр, тіркеліп тұр. Сіздер бұл жерге тіркелу керексіздер. Тіркеліп алмасаңыздар, сұрай береді қайта тіркеліңіз деп. Сол себепті мына жақта мен тұрып тұр. Енді мен мына жерден выйти десем, сіздер просто так дәптерге жазып алыңыздар. Логин, пароль болды. Бағанандай почта, пароль. Сол investing.com-ға да, Finviz-ға соны тіркей береміз. Вот сол себепті осындай почтамен тіркеліп аласыздар. Вот осылай ашылды. Енді осыдан кейін продукты деген бар. Продуктыдан кейін супер графики. Осын басамыз. Басқан кезде міне менде сразу Tesla көрініп тұр. Сіздерде енді осы жерде біз жазамыз. Бағана Tesla болса Tesla, Apple, Apple. Сіздер енді бұның қайдан табамын дейтін болсаңыздар, қазір тикерлерін айтатын боламын. Қараңыздар. Apple, iPhone дедік, мына жақта неше түрлі сіздерге айтқанымдай не бар? Неше түрлі биржалар бар. KCX бір бәле деп тұр, Conix бірден ке деп тұр. Біз именно Nasdaq-пен жұмыс жасаймыз. Nasdaq немесе NYSE. Енді қарап отырсақ, бағасы $210. Яғни бағасы құлап жатыр екен. Жалпы былай қарайтын болсақ, жоғарыда Apple деп тұр. Бұл жерде компанияның тикерлері жазылады. Жақсы, былай көрсете салайын. Тикерді қайдан аламыз? Например, просто YouTube деп, просто неге жазыңыздар? Google-ға, YouTube тикер дейсіздер. Болды. YouTube тикер дейсіздер.
міне тикер YouTube десеңіздер мынандай шығады. YouTube'тың тикері Nasdaq деп жазамыз, міне. Астына тикер символ U деп тұр. Енді мынаған кіреміз да U деп жазамыз. Кез келген ол eBay болсын, Shopify не бар бәрін қарасаңыздар, міне. Вот. Мен сіздерге айтқандай, мына бағадан алып, мына бағадан сатып жібердім өткенде мен. Міне мына жерге көрсетейін сіздерге. Вот, мынау баға, яғни $24 алдым да, 26-дан саттым. Яғни сатқан кезде, мына жерде алған кезде алып жатыр ғой, жасыл свечалар, бұлар бізде сатып алушылар деп аталады. Сатып алушылар көп кірген, сатып алды, алмалары көп кірді рынокқа. Енді олар сату керек қой товарын, сату керек болды, басқа амал жоқ. Осы деңгейде астынан сатушылар көп деңгей бар екен. Яғни бұл жерде инвесторлар деп айтады, өте көп. И осылар кірді да мына жақтан бағаны құлатып жіберді. И сосын баға не істеді? Қайтадан 24 өзінің бағасына келіп қалды. И осы жерден қайтадан сіз мына жерде сатып жібердіңіз. Яғни арасында мына жерде линейка бар, линейканы басасыздар, сол кезде міне былай көрсеңіздер қанша процент, яғни 9.99%, яғни почти 10% сіз пайдамен саттыңыз алған бір акцияңызды и сатып жібердіңіз. И қайтадан келдіңіз да осы жерден алдыңыз, енді қазіргі бағасы тұрған. Қараңыздар, қазіргі мына жерден алып сатқанның өзінде бүгіннің өзінде сатып жіберем десеңіз $25, яғни 4.68%. Яғни 24-те 14-пен алыс 25, яғни $1 қозғалса да 10 акцияңыз болса $10, 100 акцияңыз болса $100. Ешқандай оның бір қорқатын, түсінбейтін жері жоқ. Жалпы осы. Енді обзор жасап кетіп жалғастырайық. Жоғарыда мына жерде менде жазылып тұр. Мына жерде сіздерде тұрады. Осыны бассаңыздар, астында мына 1 минуттық, 5 минуттық тайм фрейм деп аталады бұлар. Бір күндікпен біз swing трейдермен жұмыс жасайтын болғандықтан, аптада сататын болған екен, менің сызып тастағандарым. Вот, қараңыздар. И осылай сізге мынау бір свеча бір күндік. Мынау бір свеча бір күндік, осылай қараймыз. И сосын кеше бағана айтқандай, сіздерге дивиденд, мені қарап тұрғандарыңыздай, қай уақытта дивиденд береді. Акциясын алып қойсаңыз, компания қанша сізге таза пайыздан ендігі беретіні, ол бізде 10 июнь екен. Вот. Және де мына таймфреймдерді қойып аласыздар, қасына жұлдызшаны қойсаңыздар, ол сізге осылай жанында көрініп тұрады. Одан кейінгісіне қарайтын болсақ, японский свеча. Свечалар өте көп бізде. Японский линиямен жасайды, герчик дегенді білесіздер, линиямен жұмыс жасайды. Тағы да басқа бізге ондай основном біз жақсы жұмыс біз түсінетін бұл японский свеча болғандықтан, яғни бұл свеча бар ғой, сол кезде свеча от жанады, от қойған кезде жанып түсіп құлайтын болса, осы свеча деп аталады, шамдар қазақша айтқан кезде. Так, сабағымыз көп болып кетпесін, сіздер жалықтырып алмайын. Осыны обзорды тағы да келесі сабаққа да жалғастыратын боламыз. Сіздермен просто айтылған заттар жазып түсініп алыңыздар. Жай сөйлеуге тырысып жатырмын барынша. И міндетті түрде осы нәрселерді үй тапсырма ретінде для себя TradingViewға тіркеліп алыңыздар. Және де биржа деген не, сатушы, сатып алушы дегендерді кішкене түсініп бастаңыздар. Сіздермен Умида Абдыманапқызы, келесі сабақ осы TradingViewға обзор және де акцияларды қалай іздейміз, жалпы фундаментальный анализ жайында болады. Сіздермен Умида Абдыманапқызы. Келесі сабақта кездескенше.